Қазақтан Атырауда акиматқа кетті, заң жоқ міне. Қайтадан келеді. Сонда біз Императивті мына сізге келіп тұр. қалай ойлайсыз? Ешқандай шара қолдап отқан жоқ. Естеймін, халық естеймін. Тыңдаңызшы енді, сот дейді, Астанадан келеді. Апа айтыңдар, не істейміз? Қайтадан маған. Мына шеше алмайды, айтамын шеше алмайды, сот дейді. Не істейміз? Солай отырғыза бере ма сонда? Үйде? Міне осылай. Қазір жүріп қой, бірі 4 ай 5 ай болды ма, жұмыста жүріп қой. Үйде жүрміз ғой. Естейміз. Ештеңеміз жоқ, денсаулығымызда өзіміз сонда мен жұмысқа алмай жүгірем ба? Қазір алатын затым да жоқ. Мынау бойынша сот қарап, Ешкім шеше алмайды ғой, енді білмеймін, енді бұл атқа да кіре алмадық қой енді әлде. Короче, болады, атамайтын, болады, біз келіп тұрып қой енді қашан қабылдайды, қабылдар жеп құдай үшін. Атимат шешпейді, департик шешпейді, сотқа барды. Қабылдайды ма, қабылдау еще. Келдің ғой енді, халық мәселесі. Қара мына кісілерді қарашы мына. Біз келіп тұрдық мыналарға міне. Давай, болады, әкім болып келдің бе, қабылда, давай, тезірек. Халықта осылай ақшаны беріп. Біз не істейміз енді? Мен қара, апа, кредитім бар енді. Мен кредитім төле дейсің мен. Не істеймін енді мен? сотқа бершейші уақытында. Жоқ, бір сотқа бердім, жинап бердім. Осы документті қайтадан беремін ғой. Қалеке, жәлеп берейінші, қалеке кішкене, жәлеп берейінші. Астына немен қарай қоясың, ешқайда барып қайтып жоқсың. Роман. Роман. Ешқайда соңға бар да, естісінің апарды осы тапсырды. Енді сотқа сізге айтып тұрмын, сіз айтасыз, қайда асамын дейсіз, үйге барасыз ба дейсіз. Жоқ, мен паспорт таптырдым ғой. Маған кеше соттың өзі айтып жіберді. Үш айға берді апа, тек қана банк үш айға. Берді. Үйден бағдар болса Мұндай мен білмеймін. Соны да есі білмесең, соңға да ешқайда бармай үйден де тапсыруың бар. Конечно, үйден тапсырады. Кетіспіңмен Оны тапсырасың. білетін адам керек қой енді. Балаңыз біледі, балаңыз. Есі білмесе, бар соңға барып сізге үйретеді, ана жерде бөлек компьютер бар. Болды. Соған барыңызда сотқа, мұны басқа ешкім орын қарай алмайды, қареке түсіріңіздер. Біз ете отқан ештеңеміз жоқ. Сот ертең шығарып, жаңа сіз айтқандай шешімді бұзып. Ал жарайды, ертең болады, әкімге кіремді, сендерге тапсырады ал. Сіздерге. Жасайтындар ғой бәрі, солай ғой. Ертең болады әкім дейтін. Таптырады ғой, давай мына жасаңдар деп. Мен сізге айтамын, бұл әкімнің басқа партияның қарайтын емес, соттың қарайтын тек қана несіне жазады. Сотқа тапсырып көріңдер. Сонда біздер жасауымыз керек. Сотқа арыз тапсырыңыз. Жоқ, былай айтайын сізге. Жақсы, осы шешімді мыналардың несін шығарып берсе, осылай міне. Қазақтан заң жоқ. отыруымыз керек қой, айтуымызға қарағанда. Түрмеге барып қайтып барып отыру керек деп. Если сот сізге осыны шешіп берсе, онда сізге шешім шығарып береді, қайтып жаңа несі мүмкін. Сот оны айтып отыр. Жоқ, шешім